тәуелсіздіктің түп тамыры желтоқсан оқиғасына тікелей байланысты. 1986 жылы Алматының бас алаңында желтоқсан оқиғасы болды. Бұл оқиға дүниені дүр сілкіндірді. Бұл желтоқсан көтерілісіне қазақ ел аузында жүрген, тарихта аты қалған Қайрат Рысқұлбеков, Ербол Сыпатаев, Ләззат Асанова және тағы басқа ағаларымыз бен апаларымыз қатысты. 1986 жылы желтоқсандағы көтеріліске жастар еш жаман оймен барған жоқ. Олар ешқандай қарусыз, бейбіт жолмен тәуелсіздікке қол жеткізу үшін қатысқан. Бостандық деп аталатын асқақ арман жолында қаншама қан төгілді, қаншама батыр мерт болды. Тәуелсіздігіміз үшін арпалыс бір күн, бір жыл, бір мезет емес, талай ғасырға созылған. Тәуелсіздік ең басты құндылығымыз. Қазақ халқы еркіндікке жету үшін қаншама қиын қыстау кезеңдерді бастан кешірді. Мыңдаған жылдық тарихы бар Қазақстан өз тәуелсіздігін алды. Қазақстан жоғарғы кеңесі 1991 жылдың 16 желтоқсанында Қазақстанды тәуелсіз республика деп жариялады. 200 жылдай патшалық Ресейдің отары, 70 жылдан астам кеңес үкіметінің боғауында болған Қазақстан егемен ел болды. Ендеше осындай ата-баба қанымен келген егемен елдің төл мерекесі тәуелсіздік күні құтты болсын дейміз. егемендігі, еркіндігі, азаттығы жасай берсін. Тәуелсіздік туының тұғыры биік болсын.